Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін Жүсіп Зулейха отбасы хрестоматиясының ең бір қызықты жері Мысыр патшасының түсі туралы оқымақпын. Мысыр патшасының түсі. Мысыр патшасы түс көреді, түсінде ғажап іс көрді. Нілдің жағасында шатыр тігіп отыр екен. Кенет 7 ақбас сиыр дариядан атып шықты. Шетінен семіз балпақтай, желіндері жалпақтай екен. Мүйіздері орақтай, жүйкесі білеудей, аяқтары шомбал тіреудей екен. Жүндері құндыздай жылдырап тұр. Патша бұларға сүйсініп, арқасын сипай беріп еді, кенет тағы да оқыс оқиға болды. Дариядан тағы 7 сиыр атып шықты. Тістері ырсиған, сирақтары ырбиған, бұттары тыриған, тұяқтары ырсиған, қалған түрі жаман сиырлар екен. Патша бұ не бәле деп ойланып үлгермеді. 7 арық мал 7 семіз сиырға жыртқыш хайуан сияқты ауыз салды. Арыстан мен жолбарыс сиырды дәл бұлай жалмай алмас сірә. 7 семіз қашпақ болып тыпырлап еді, бірақ оларды тыпырлатып та үлгермеді. Арық 7-еуі терісін жыртып, қарнын айырып, ішек қарын ақтарып, мүйіз тұяқтары мен сүйек кеміктерімен қоса жалап жұқтап сол жерде жеп қойды. Патша ұйқысынан шошып оянды. Төсекте қара терге малынып қиналып жатыр екен. Бұ ненің белгісі деп мең-зең боп біраз отырды. Үрейлі түс 3-4 күн есінен шықпай еңсесін езіп тұрды. Сосын түс түлкінің боғы деген болмайтын нәрсеге сонша қайғырғаным жарамас деп өзіне келді. Арада апта өтпей жатып тағы бір түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Ніл кенерінен асып әбден тасыған екен. Жағалауы қара балшыққа қарық болып, топырағы құнарланып қапты. Кенет қара топырақтан 7 түп сары бидай өніп шықты. Масақтары бидайдың дәніне толып тұр. Сабағы қамыстай, дәндері қауындай екен. Бір қызығы сағағы сынып кетпей, бастар салбырап, жемістер жайқалып тұр. Патша енді көңілденіп, масақтарды ұстап көрмек болып, қолын соза берген сол еді, жер астынан сумаң етіп 7 түп қара бидай өне қалды. Түрлері тікен сияқты тырбиған, қорқынышты екен. Масақтары инедей, басында бір түйір дәні жоқ. Сабағы найзадай берік екен. Олар шыққан бойда алдыңғы 7 түп бидайға бас салды. Тура бір атжалман сияқты. Берекелі 7 бидайды кеміріп жеп, тамыр тұқылына дейін жалмап тастады. Артынша қатты дауыл тұрды да, бәрін жел ұшырып кетті. Патша шошып оянды. Үсті басы быршып теріліп жатыр екен. Бұл жолы түстің тегін емесін түсінді. Мынау бір сұмдық түс болды. Сырын ашып қамданбасам болмас. Арты жақсылық болсын әйтеуір деп төсегінен түрегелді. Бүкіл уәзір, қазы, қолбасы, бақсы, балгер, құшынашты жинап кеңес құрды. Ол: мен бір түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Елге бір апат келе жатқан сияқты, өзім жыға жорый алмадым. 3 күн мұрсат беремін, түсімді жорыңдар. Жори алмасаңдар халдерің мүшкіл болмақ деді. Уәзір мен қазылары ойға көмілді. Бақсы құшыштары құмалақ пен жұлдыздарға үңілді. Түс жори алмай түңілді. Енді не болды деп отырғанда бақылас уәзір есіне Жүсіп сап ете қалды. 6 жыл бұрын зынданда түсін жорып, айтқаны айнымай келген еді. Ол зынданнан аман шыққан соң уәзір болып шен алған еді. Шен алған соң зындандағы қайғылы өмірін тез ұмытқан. Сонымен қоса Жүсіпті де ұмытып кеткен еді. Ол патшаға жетіп келіп: уа патшағызам, бізді Құдай өлсін деп пе? Адамын тапқан сияқтымын, сүйінші хабарым бар деді патша. Сүйіншіңден тез айт, кім ол деді. 6 жыл бұрын басын бәлеге шағытылып зынданға түскен едім. Сол кезде бір жігітпен танысқам. Ол түс көрудің қас шебері болатын, айтқаны айнымай келетін. Бірақ ол әлі қапаста жатыр. Егер өліп қалмаса, соған жүгінейік деді патша. Дереу бар да алдыма жеткіз деді бақылас. Мен оның алдында ұяттымын, жазықсыз жатқанымды патшаға жеткізерсің деп еді.
қара басып ұмытып кетіппін, оған қарауға бетім жоқ деді. Онда бар да аяғына жығылып кешірім сұра, қолың естігенді басыңмен көтер. Ертең бәріміз бір бәлеге шатылып қоңыз кетпей тұрғанда тапсырманы орында, деді нығырлап. Ләппай тақсыр, деді де бақылас зынданға жетіп келді. Жүсіптің аяғына жығылып кешірім сұрады. Жүрегі кең, сөзі ем, асыл текті. Жүсіп оны сол жерде кешірді. Жарайды, жақсы да кек болмайды, кек болса да тек болмайды деген мен тағдырымның хикметін күтіп жүрген адаммын. Уайымдамай шаруаңды айт, деді Жүсіп. Бақылас патшаның түсін баяндады. Жүсіп мұқият тыңдады да, семіз жеті сиыр тоқшылықтың нышаны, Тәңірдің оған түс арқылы көрсеткен мысалы. Құдай қаласа 7 жыл бойы ніл тасып, арнасынан асып, Мысыр еліне бұрын соңды болмаған қот береке дариды. Байдың сәулеті артып, жарлының дәулеті шалқып, асық ауқат бір жариды. Өзеннің суын қанша емсең де құнары кетпейді. Егінің бітік болып көктем туар тұрмас құрағы көктейді. Бидай мен күріш, арпа мен тарының дәні қырманға сыймайды. Диқандар қанар-қанар астықты міскін мен құлдарға сыйлайды. Ит басына іркіт төгіліп заман келеді. Құдайдың рахметі туы көтеріліп, ырзық болып есетін самал келеді. Қонағың май жемейді, барағың қан жемейді. Сараңның ниеті оңалып, ешкім оған пейілің тар демейді. Жесір қатын 100 байтал айдайтын болады. Үй жағалай әр желіге бір биеден байлайтын болады. Қазға тойғанда қарта боқ сасиды. Тоған сайын 1000 жылқы, орман сайын 100 түйе өріске сыймай тасиды. О, мынау ғажап екен, бәрекелді. Жүсіпім, барша кісінің асылы сенсің, ғажайып екен түсім деп шуылдасты. Жүсіпті мақтаса кетті. Бақыластың да өңіне қан жүгіріп, жүзіне қуаныш лебі есті. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Жүсіп енді түстің жалғасын жорып бастады. Түрі де сұсты көрініп кетті. Ол 7 арық сиыр, 7 семіз сиырды жеп қойса, бұл өңірде алапат бір апат төнеді. Аштық пен қуаңшылық қос өкпеден қысып, бар бәлесін тақап келеді. Ніл дарияның табанында бір шалқым да су қалмайды. Көктен бір тамшы да жаңбыр жаумайды. Егіндерің қу тақырға айналып, астық түгіл шөп шықпайды. Қара жердің төсін жарып, қылтанақ та шөп шықпайды. Қайың сауып қабығын қорек қыласың. Өзің талғажау етер талқан таба алмай жатқанда кімге көмек қыласың? Өліктей безерген өлкеде құлқының қамы үшін көресің. Әр тесікті аңдып, қоңыз бе құрт құмырсқа тересің. Итінің далада, мысығың қорада аулап жеген тышқанын тартып алып жейтін боласын. Көзің қауратып, әлің сарқылғанда қурай мен қамыстың түбін сорасын. Тіпті ит мысығың ел ауып кетпей тұрғанда оларды да жалмайсың. Суға кеткен адамдай жан ұшып айлаз деп талқармайсың. Аштық құрсауын салғанда шаңы шыққан қара қайысты малжаңдап талмайсың. Сарай толы алтын күмісің, уыс толы ұнға айырбастау үшін елді кезіп шарлайсың. Бірақ айырбастар бір түйір дән таба алмай сорлайсың. Тіленіп қайыр сұрап әркімге бір зарлайсың. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сонда болады. Тамақ іздеп шұбырған жұрттың сай сүйегі жолда қалады. Мынаны естігенде бақылас тұрмақ зындандағы ұры қарының зәресі ұшты. Тыңдап отырған бәрінің тілі мен жағы қарысып қалды. Бақылас көздері мөлиіп сүмпиіп қалды. Ол Жүсіптің бір сөзін өзгертпей патшаға сөзбе-сөз жеткізді. Алғашқы тоқшылық пен молшылықты естігенде патша қуанып қомпаңдап қалды. Сосын қуаңшылық пен аштық болады дегенде патшаның қаны қашып қалшылдады. Ол Жүсіп тегін адамы емес екен. Оны зынданнан шығарып қасыма әкеліңдер. Келе жатқан пәлекеттен қалай шығудың жолын өзі айтсын деп әмір етті. Ләппай тақсыр, деді де бақылас қапасқа қайта кетті. Патшаның бұйрығын жеткізді, бірақ Жүсіп қарсылық білдірді. Ол
Патшаның маған көрсеткен ілтипатына бек ризамын, алайда мені түрмеден шығармас бұрын менің не үшін мұнда қамалып жатқанымды білсін, қылмысым бар ма жоқ па анықтасын деді. Оның мәнісі мынау еді: жүсіп қасына алдыртқан соң патша оны не үшін зынданда түскенін түбі сұрайды. Зылиха маған жала жауып, жазықсыз қапасқа қамады десе, оған патша күмән қылар еді. Одан да өзі тергеп қатындардың өз аузынан шындықты білсін деп ойлады. Раян дереу Әзиз Мисри мен Зылиханы және бірнеше күңді шақырды. Бәрін тергеді. Уа патшайым, менің жаламен 12 жыл зынданда жазықсыз жатса да мені қараламады. Ол менің жаламмен 12 жыл зынданда жазықсыз жатса да мені қараламады. Нағыз арлы, ұятты, ақ жүрек, адал, парасатты, тақуа Жүсіпте ақ болсын. Қандай ауыр жаза кессе де разымын деп Зылиха бар кінәсін мойындады. Патша: онда жазасын Жүсіп өзі айтсын деп оған хабар жіберді. Жүсіп Зылиханы қараламады. Қайта патшадан рақымшылық қылуын сұрады. Раян оның кешірімшіл мінезіне қайран қалды. Көңілі босап Зылихаға рақымшылық жасады. Сөйтті де Жүсіпті дереу қапастан шығарыңдар деп әмір қылды. Мұны естіген тұтқындар зар еңіреп қоя берді. Олар: әй жанынан артық Жүсіп бауырым, сен мына тар қапасты хан сарайындай қылдың, қараңғы тіршіліктен құтқарып, ақыл парасатың жарық нұрын жеткіздің, бізді оқыттың, тоқыттың, көзімізді аштың, күндікпенен күн бердің, түндікпенен су бердің. 12 жыл өзіңе шәкірт болып хикмет үйрендік. Енді бізді қайда тастап барасың? Сенсіз мұнда күніміз не болмақ деп күңіренді. Олардың көз жасын көргенде Жүсіптің де азап бойы қаза болды. Сосын уәзірге қарап: олар мұнда азабымды 12 жыл бойы бөліскен рухани бауырларым еді. Залымнан момынға, ұры қарыдан жайдары жомартқа айналды. Жұртқа пайдасы тимесе, зияны тимейді. Бұлар да туыстарымен табысып, шаңырақ көтеріп ұрпақ сүйсін. Патша бұл бейбақтарға да рақымшылық қылсын, болмаса олар да мені айырмасын деді. Уәзір патшаға Жүсіптің сәлемін жеткізді. Патша сөзге келген жоқ. Сол мезетте бәрін босатты. Сосын Жүсіпті алтын күймеге отырғызып, салтанатты түрде сарайға алдырды. Ол патшаның оң жағына отыру мәртебесіне ие болды. Патша: уа Мысыр жұрты, Жүсіп елден асқан кемеңгер, жұрттан асқан данышпан. Менің түсімді дұрыс жоруды Жүсіпті бас уәзір етіп тағайындаймын дегенде бәрі шу ете қалды. Жүсіп: уа Мысыр патшасы Раян, көрсеткен құрметіңе бек разымын, бірақ Әзиз Мисридан асып бас уәзір болғаным жарамайды деді. Әй Жүсіп, дәл қазір саған патшалық талайық. Әзіздің орнын алуға ұялсаң, саған барлық бектердің ұлық, ең мәртебелі лауазым берейін. Есімің менімен қатар аталып, құзырың патшамен қатар жүрсін деді. Патша: маған жер қазынасын тапсырыңыз, диқаншылық менің міндетім болсын деді Жүсіп. Патша оны мақұл көрді. Құрметті достар, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.